түсіндіріңіздер ме? Ақсай қаласының номер 8-ші өркен бөбек жайының тәрбиешісі Рахымғалиева Эльмира Марьянқызы. Сәлеметсіз бе? Менің атым Назерке. Назерке, жылы ауа жоғарыға таралады, ал суық ауа төменге түседі. Ал бүгінгі тәжірибеміз біздің судың қалай таралатынын көрсететін боламыз. Олай болса, бізге тәжірибеге қажетті құрал жабдықтармен таныстырып өтейік, иә? Иә. Айтамын. Қатты қардан, салқын су, жылы су, көк түс, қызыл түс керек болады. Жарайсың. Ал, Назерке, салқын суға сәйкесінше қай түсті саламыз? Қалай ойлайсың? Көк түсті. Саламыз. Жарайсың. Ал ыстық суға қарашы, Назерке, өте әдемі болған секілді, иә? Көк түсті қара. Ал енді ыстық суға сәйкесінше қай түсті саламыз? Қызыл түсті. Саламыз. Әдемі болды. Назерке, ыстық салқын суға қарағанда ыстық судағы түсіміз тез еріп жатқан секілді, иә, Назерке, қарашы. Өте әдемі болды. Енді, Назерке, ендігі кезекте салқын сумен ыстық судағы түстерді бірі-біріне араластырмай үстіне қойып алуым керек. Ол үшін бізге қатты картонды ыстық судың үстіне қойып, судың астына біздер ыдыс қоямыз. Суымыз төгіліп кетпес үшін, иә, Назерке? Жерге түсіп кетпес үшін. Жерге төгіліп кетпес үшін. Бірінші салқын суымызды ыдыстың ішіне салып аламыз. Одан кейін қатты картонымызды ыстық судың үстіне мұқияттап қойып, салқын судың үстіне қоямыз суымызды. Жауып алайық, иә, Назерке? Кел, қара, Назерке. Ыстық сумен жұмыс жасаған кезде өте сақ болу керекпіз, Назерке. Суымыз қойылды, иә? Кел, қараймыз, Назерке. Енді мен қатты картонды жайлап алып алуым керек. Қалай ойлайсың, Назерке? Түстер бір-біріне араласып қарашым, өте әдемі болды, иә? Түстер бір-біріне араласты ма? Жоқ, араласқан жоқ. Араласқан жоқ, иә? Араласқан жоқ. Қарашы, шекарасы көрініп тұрған секілді. Кел, қараймыз бір. Үстінде қызыл түс, астында көк түсі тұр, иә? Жоғарыға көтеріледі. Ал суық ауа төменге тартылады дедік, иә?